Осы кісі ғой. Ит болмаш дей береді да. Қалай ит болмайсың, айтшы. Ит жылының қарсаңында, я? 12 жыл, 10 жыл болды сахнада жүргім. 12 жыл бойы күттім ғой мен осы күнді. Осы театрдан шығар жіберсе де. Салғым келет бәрібір, ше? Сценарий ондай емес бірақ. Сценарийдан тыс ұрып атырым. Жалпы құрметті ағайын, мен айтайын деген ит емес. Жалпы мен айтайын деген осы 20-шы ғасырдан ары қарай бір әндерді айтқым келеді. Мен қызығам өзі, қызық та. Білмеймін, уақытпен бірге жылжып, зымырап келатқан сияқты. Баяғы заманда, баяғы кездегі жағдай болды, қалай болды қазақта, айтшы. Киіз үй, 18-ші ғасырдан, 20-шы ғасырдан ары қарай. Киіз үй, дала, мидай дала, шөп мынадан, таулар, малдар жайылып жүр, түйелер. Иттер. Салайын, өзіміз ғой. Жоқ, сол кездегі әнді қалай шығарды, айтшы, композиторлар. Бұлақ ағып атыр, табиғат, далада, тегістік, ешқандай кедергі жоқ. Көшкенде жылқайдайымен, даламенен. Ешқандай кедергі жоқ қой. Айымда сен ғалия. Оңтүстікке барып тауға тіреледі. Оңға бағым тартады. Қазір. Одан кейін жайлап 90-шы жылдар, одан бері қарай 2000-шы жылдарға келген кезде базардың ішінде ғой деймін деп ойлаймын ше, композитор. Жаулап алды махаббат. Әнім футбол ойнап жүр ма или стадионда. Әнім саған арналады. Бері қарай келді, я? Астанада жоқ, Алматыда жоқ, сені іздедім. Жоқ, мен мысалға да осы өлеңді мысалға, баяғыда далада шығарды деп ойлашы. Бұлақтың қасында, далада. Ай, Астанада. Жоқ. Алматыда. Ит салайыншы. Менікі емес мынау. Жалпы итті айтам да. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын келе жатқан. Ит жылын айтам, мен өзім білмеймін. Әркімнің итін мал... Қазақта сөз бар, мен шығарған жоқпын, оны осындай концертке жазайын деп баяғыда біреу бүйтіп отырып, бір атам қазақ бүйтіп отырып, ертең концерт қой деп жазбаған шығар соны. Ит иесіне тартады деген мақал бар ма? Бар, мен кінәлі емеспін ағайын. Мен сөйтіп зерттедім. Мысалға менің итім жоқ. Мен өзім біреудің итімін. Тұңғышбай Жаманқұловтың иті болса қандай болады? Үйіне бардым, үйіне кіріп, итін зерттедім. Ол былай болады екен. Тұңғышбай Жаманқұловтың иті жасы біразға келген ит. Жына қарған.
Мейрамбек Беспаевтың иті. Үйіне барып ем, айтты, ауылға баршы, ауылда ол ит деді. Ауылына барсам, ауылдың мұңын мұңдап жүрген ит екен. Дәу емес екен, кішкентай емес екен, орта бойлы, бүткіл ұрғаш ит, ғашық. Әшейін үрмейді, ауылдың мұңын айтып, ауылдың шетінде бір қырдың басында жатып. Сәкен Майғазиевтің иті, Сәкен Майғазиевтің иті. Андай әдемі ит та, ухоженный андай. Бетіме әжім түспесін, үйдің ішінде жүретін иттер болады ғой. Мысық шатыспа, деді. Кенжебек Жанәбіловтің иті. Кенжебектің иті бира-бира екен. Бира-бира екен. Мойында қарғы бауын бірақ қолына ұстап жүреді екен. Еркін Нұржановтың иті. Еркін Нұржановтың үйіне барып итін зерттейді десем, иті жоқ үйінде. Күшік асырап жатыр екен ол кісі. Сүтке тойып алған, күшік жатыр. Машинаның алдында тұратын иттер болады ғой. Әйгерім Қалаубаеваның иті. Андай еркелеп қалған иттер болады ғой. Үрмейді. Жеңіс Ысқақованың иті. Дәу ит. Ұзын ит. Астындағы иттерді, кәндектерді көрмейді. Сейфуллиннің иттерін. Үрген кезде настроениемен үреді. Нұрлан Абдуллиннің үйіне барып итін көрдім. Итін зерттейін деп есігін ашқан қорқып кетіп жауып қойдым қайтан. Сұсты жаман. Білмеймін әйтеуір ұқсайды, бет аузын бері жүн-жүн болып ма? Сейфуллин Жолбарыстың үйіне бардым итін зерттейін деп. Үйіне кірдік. Шака ассалаумағалейкум. Итіңізді көрсем, осы жерде жүр. Іздеу керек деді. Таппадық. Мысалға, Бекболат Тілеухановтың иті болса ше. Үйіне бардым, зерттедім. Үйіне кірдім. Оны итіне кіріп, үйіне кіріп қалған кезде үрді ғой. Деген жоқ. Кірді, амандасты. Сөйтті де түсіндірді ғой маған. Бар ғой, қазір бар ғой, осы бар ғой. Қазір балтырыңнан алып бар ғой, тартып кеп, қанайды ғой, содан кейін бар ғой. Өзі бір қиын жағдай болады, содан кейін бар ғой. Өзі бір қиын болып қалады, өзі бар ғой. Қатты неған жоқ, бүйтеп тұрып түсіндірді. Болды аға дедім. Ар жағынан шығып қалды ағам. Лұқпан Жолдасовтың иті болса қандай болады? Сіздерге сұрақ. Білесіздер? Тазы. Алабай емес қой енді. Кәнден емес, алабай. Денесінде жүн жоқ. Жүн қайырде бар? Құлақтың үстінде ғана бар да. Мен қараңыздаршы, мен просто білмеймін, әйтеуір өзімнің фантазиям қандай екен, бірақ мен өзім күлдім. Көріңіздерші. Динара Саджан. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Сіздің итіңіз болса қандай болады? Мен үйіңізге барып, үйдің адресіңізді таппадым, зерттеп салып берер едім, ше. Примерно бүйтіп қалған ит болатын шығардың деп. Көру керек еді, оны көрейік. Илья Ильиннің иті.